Сәлем баршаңа. Бүгінгі сабақта біз нарық құрылымы жайлы айтатын боламыз. Яғни бізде нарық құрылымы деген бізде екі контексттен тұрады. Ол бізде біріншісі ортақ құрылым. Яғни бізде дневка таймфреймде біз ашылған уақыттарды қарастырамыз. Яғни бізде дневка таймфреймін ашсақ, бізде қазіргі евро-доллар валютасында бізде long context. Long context деген, яғни бізде қазіргі нарықта сатушылардан қарағанда көбірек, яғни бағаның бізде өсуі болады. Ол бізде ортақ құрылымда, ортақ контекстте. Ал егер де біз екінші контекстер, ол бізде сессиондық контекст. Бізде сессиондық контекст бір күнде бізде 3 сессия түрі болады. Ол бізде Азия уақыты, Лондон уақыты және де Нью-Йорк уақыты. Осы негізгі 3 контекст. Сделкаға кіру үшін бізге көбінесе сессионный контекст көбіне көмектеседі. Сессионный контекст сол күндегі контексттің қандай болатынын көрсетеді. Сессионный контекстпен жұмыс істеген кезде біз көбіне соңғы 3 күнді алатын боламыз. Яғни соңғы 3 күн бізде негізгі қай жаққа кіретімізді айтатын болады. Яғни біз шортқа кіреміз немесе лонгқа кіреміз деп. Тағы да бір айта кететін жайт,